Семей қаласындағы Инноватив колледж мекемесі COVID-22 тобына арналған кәсіптік қазақ тілі пән мұғалімі Алтынгүл Сапарбекқызы. 28-ші сабақ. Сәуірдің 14-і өтілетін тақырып етіс, іскерлік қарым-қатынас. Етіс категориясы деп амалдың, яғни істің субъекті мен объектіге қатынасын, сондай-ақ керісінше субъекті мен объектінің амалға, яғни іске қатынасын білдіретін формалардың жүйесін атаймыз. Етістіктер етістіктен тудыратын, өздерінше морфологиялық және синтаксистік сипаттары басқашалау болып келетін бір алуан жұрнақтардың жүйесі. Етістерді етістіктің өзге категорияларынан ерекшелендіріп тұратын сипаттары мынадай. Ол онан жөн сұрады. Олар бір-бірінен жөн сұрасты. Ол онан жөн сұратты. Онан жөн сұралды. Ол өзі сұранды деген сөйлемдердегі етістіктерін сұра, сұрас, сұрат, сұрау, сұран бір-бірімен салыстырғанда олар бір түбірден өрбіген түбірлес негіздер екені айқындалады. Осы 5 түрлі негіздің соңғы төртеуі сұра түбірінен тиісті жұрнақтар арқылы С, Т, Л, Н туып бір-бірінен ерекшеленіп тұр. Осы формаларына қарай түпкі лексикалық мағынасы бір бола тұрса да, олардың семантикалық мәндерінде де бір-бірінен айырмашылықтары байқалады. Сондай-ақ тасы, тасыс, тасыт, тасыл, тасын, жу, жуыс, жудыр, жуыл, жуын, айт, айтыс, айттыр, айтыл тәрізді түбірлес етістіктерден де осы жүйе аңғарылады екен. Етістер жұрнақтарының түрлеріне, мағыналары мен қызметтеріне қарай төмендегідей 5 түрге бөлінеді. Негізгі етіс, ортақ етіс, с, ыс, іс, өзгелік етіс, т, тыр, тір, дыр, дір, ырықсыз етіс, ыл, іл, ыл, өздік етіс, ын, үн, ін. Іскерлік қарым-қатынастың тәсілдерін жақсы меңгеру болашақ іскер адамдарға қажетті зор болмақ. Мұндай қабілет келешекте келісімшартқа отырғанда немесе пайдалы іс жасағанда маңызды рөл атқаруы мүмкін. Сондықтан қазіргі таңда іскерлік қарым-қатынастың маңызы артып, оны жан-жақты зерттеу қазіргі заманның басты мәселесінің бірі болуда. Қарастырылып отырған мақала іскерлік қарым-қатынас анықтамасына талдау жасап, оның қазіргі таңдағы қажеттілігі мен негізгі ерекшеліктеріне, атқаратын қызметіне, коммуникацияның басқа түрлерінен айырмашылығына тоқталады. Сондай-ақ аталған мақалада іскерлік қарым-қатынасқа қойылатын талаптар мен оның мақсатты міндеттері, табиғаты қарастырылады. Іскерлік қарым-қатынастың табиғаты мен негізгі ерекшеліктері болып есептелетін ережелер немесе шарттар ұсынылады. Іскерлік қарым-қатынас немесе байланыс қазіргі таңда жаңа заманда қоғамның барлық салаларында кездесіп отыр. Қоғамның коммерциялық, іскерлік салаларында, өнеркәсіптің барлық түрлері мен формаларында, сондай-ақ жеке іскерлер мен кәсіпкерлер ретінде жеке тұлғалар кірісе бастады. Іскерлік байланыс саласындағы құзырлық кез келген білім, ғылым, өнер, өнеркәсіп, сауда сияқты салаларда сәттілікке жету немесе жеткізуге байланысты болуда. Адамдармен дұрыс қатынас жасай білу іскерлік салада қызметтік және кәсіпкерлік іс-әрекетте сәттілікке жетудің ең маңызды факторларының бірі болып саналады. Дейл Карнеги 30-шы жылдарда ақ адамның қаржылық мәселесіндегі сәттілігі тіпті техника немесе инженерлік салада болса да 15%-ға оның кәсіби шеберлігіне байланысты да 80%-ы оның адамдармен қарым-қатынас жасай алуына байланысты екенін дәлелдеген болатын. Іскерлік қатынас адамның өмірінің ең маңызды бөлігі және бөгде адамдармен қатынас жасаудың негізгі түрі. Мұндай қатынастардың басты қағидаларының бірі болып этникалық нормалар есептеледі. Онда адамның ой-өрісі, пайымдауы, жақсылық пен жамандық, шындық пен ақиқатсыздық, дұрыстық пен бұрыстық сияқты қылықтары беріледі. Адамның моральдық нормалары түсінуіне, оның мазмұнына байланысты, оның іскерлік қарым-қатынасқа жеңіл немесе қиын, немесе тіпті қиындатып алуына байланысты белгіленеді.
Байланыс немесе қатынас дегеніміз қоғамдық субъектілердің, әлеуметтік топтардың, халық немесе жеке тұлғалардың арасындағы ақпарат, тәжірибе, іс-әрекет қабілеттері мен нәтиже алмасуы жүзінде жүретін өзара қатынас жасау үрдісі болып табылады. Іскерлік қарым-қатынастың ерекшелігі нақты бір іс-әрекет мақсатында немесе негізінде пайда болатын қандай да бір өнім немесе іскерлік қажеттілікпен тығыз байланысты. Байланыстың басқа түрлері сияқты іскерлік коммуникацияның тарихи сипаты бар. Ол қоғамның түрлі жүйесінде түрлі формада байқалады. Оның айырмашылығы іскерлік коммуникация басқа бағыттарға, мақсаттарға қол жеткізудің құралы болып табылады. Сондықтан берілген мақалада іскерлік қарым-қатынас терминіне анықтама беріп, оған талдау жасау біздің міндетіміз болады. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз қарым-қатынастың сипатын анықтаушы мінез-құлықтың перцептивті, коммуникативті және интерактивті дәрежесін қамтитын кәсіби коммуникацияның тұлғааралық, мәдениетаралық зонасы. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз кәсіби, ғылыми, коммерциялық және басқа қызметкерлер саласында қолданылатын және сол саладағы туындаған мәселелерді ұйымдастыру мен ортақ шешімге келуіне қызмет ететін қатынас немесе байланыс түрі болып табылады. Іскерлік қарым-қатынас, байланыс, коммуникация дегеніміз қызмет саласындағы адамдар арасында дамудың күрделі, көп жоспарлы үрдісі, яғни бірлескен істе нақты нәтиже мен нақты мәселелерді шешетін іскерлік ақпарат пен тәжірибе алмасу үрдісі болып табылады. Іскерлік қарым-қатынас деп зерттеу нысаны, іскерлік салада адамдардың қарым-қатынасы, аспект мен іскерлік байланыс тиімділігін қамтамасыз етуші факторлар болып табылатын ғылымда дәлелденген. Іскерлік қарым-қатынас дегеніміз салалық және нақты мақсатқа бағытталған іс-әрекет, әрбір коммуникация формасының мазмұны, әрбір сөйлеу құрылымы, коммуникация мақсаты мен күтілетін нәтижеге байланысты үрдіс. Іскерлік қарым-қатынас ғылыми сараптама мен теориялық зерттеулер пәні ретінде сан түрлі концептуалды әдістерді арқылы ерекшеленіп, пәнаралық байланысқа ие болды. Сондықтан іскерлік қарым-қатынас әлеуметтік, психологиялық, мәдениетаралық, лингвистикалық, лингвомәдениетаралық тұрғыдан қарастырылады. Іскерлік коммуникация іскерлік байланыс саласына қызмет ететіндіктен, оған қойылатын талаптар өте қатаң, әсіресе ең алдымен сөйлеу сапасы, дұрыстығы, дәлдігі, нақтылығы және этикалық нормаларды қатаң сақтау ескеріледі. Көп жағдайда байланыс және коммуникация терминдері ортақ мағынада синоним ретінде қолданылады. Дегенмен, зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, коммуникация дегеніміз ақпарат беру үрдісін орын алатын байланыс болып табылады. Сондықтан ақпаратты қабылдаушы нысан тек адам ғана емес, сондай-ақ машина, жануар болуы мүмкін. Ал байланыс деп байланыс субъекттері тең дәрежелі серіктестердің өзара қарым-қатынасына негізделген екі жақты үдерісті атаймыз.